Кредит жүктемесі немесе борыш жүктемесі коэффициенті қарыз алушының барлық өтелмеген қарыздары бойынша төлемдердің ай сайынғы кірісіне қатынасы ретінде есептеледі. Заң талаптарына сәйкес, банктер мен микроқаржы ұйымдары қарыз алушыға қарыз беру туралы шешім қабылданғанға дейін борыш жүктемесі коэффициентін міндетті түрде есептейді. Бұл қарыз алушының төлем қабілетін бағалау үшін қажет. Банктерде және микроқаржы ұйымдарында кредиттер ресімдейтін азаматтар үшін борыш жүктемесі коэффициентінің шекті мәні 0,5-ті құрайды. Яғни ай сайынғы төлем қарыз алушының ай сайынғы кірісінің жартысынан аспауы тиіс. Қарыздар бойынша төлемдердің есебіне міндеттемелердің барлық түрлері, яғни ипотекадан микрокредиттерге дейін кіреді. Тіпті нақты қолданылмайтын кредит карталары бойынша лимиттер де есепке алынады. Кіріс ретінде тиісті құжаттармен расталған түсімдер алынады. Жалақы, стипендия, зейнетақы төлемдері, кәсіпкерлердің салық аудармалары және басқа ақпарат. Мысалы, егер адам бірнеше қарыз бойынша айына 100 мың теңге төлесе, ал оның айлық кірісі 300 мың теңгені құраса, онда оның борыш жүктемесінің коэффициенті 0,3-ті құрайды. Бұл кірістің 30% борыштық міндеттемелерді өтеуге жұмсалады деген сөз. Бұл деңгей Қазақстанда банктер мен микроқаржы ұйымдары үшін қолайлы болып саналады. Борыш жүктемесі коэффициенті 0,5-тен жоғары болғанда, қарыз алушыға қарыз немесе микрокредит беруден бас тартылады. Кредит жүктемесін азайту, әсіресе жүйелі түрде әрекет етсеңіз дұрыс шешім. Барлық берешектен бөліп төлеудің бас тартудың қажеті жоқ. Бюджетіңізді оңтайландырып, мойныңыздағы міндеттемелермен жұмыс істесеңіз жеткілікті. Бірнеше тиімді әдістер. Кредит карталарын жабу немесе лимиттерді азайту, тіпті қолданылмаған карталар борыш жүктемесі коэффициентін өсіреді. Қайта қаржыландыру арқылы бірнеше кредитті бір кредитке біріктіру. Ұсақ берешекті мерзімінен бұрын өтеу. Бұл ай сайынғы төлемдердің сомасын азайтады. Орташа айлық кіріс мөлшерін ұлғайту үшін бейресми кірістердің бір бөлігін заңдастыру. Қажетсіз шығындарды азайтып, қаражатты қарыздар төлеуге жұмсау. Бұл шаралар борыш жүктемесі коэффициентін азайтуға ғана емес, қаржылық тұрақтылығыңызды жақсартуға да көмектеседі.